сәлеметсіздер. Алдыңғы видеоның жалғасы, соңына дейін жеткізе алмай қалдым. Сол жалпы видео түсіру мақсатымыз енді жалпы бұл жердегі үйрену мақсаты болуы мүмкін. Жалпы қызық, интерес, әртүрлі шаш үлгі, жаңағы білімді арттыру, яғни шаштараз туралы дегендей ғой. Енді көре келе түсіне жатарсыздар. Жалпы өзіме хоббиім, жұмысым әрі хоббиім көп видео түсіру қазіргі. Ол карантин сәтінен басталып отыр енді. Карантинде бәрі үйде іш пісіп идея туып, сонымен басталған дүниелер көп қой енді. Жалпы енді алдағы уақытта түрлі видеолар болады бізде болашақта. Және екінші видео түсіретін жобам обзор, тауар обзор болады, Алла қаласа. Ол екінші біздің сайтымызда болады, сауда саласында. Дүкенді жазды, дүкен сайттарында, бағлан дүкен. Енді бұл шаштараз жайында болады бұл сайттар. Сол мәселе. Жақсы видеоларды күтіңіздер. Алла қаласа, ең бастысы қарапайым түрде бастапқы кезде сол мәселе. Бастапқы мәселелерді қарастырдық деп ойлаймын. Киім шешу, жаңағы енді киім шешуді бірден айтып бір естімей жатып, бас аяғын естімей отқан адамдар киім шешуді күліп отқан болуы мүмкін, бірақ енді ол басынан аяғынан көріңіздер, мүмкін түсінерсіз. Жалпы шаштаразда келгеннен кейін басты проблема шаш алдыру, одан кейін бастамасы отыру мәселесі, одан кейін қалай отырамын, соны киім жағынан бастаған болатынбыз. Киімді шешіп немесе ары қарай шаш алдыру мәселесін енді видео түсіру барысында көрсетеміз. Қазір быжырлап тұрған бәрі қараңғыда түсіріліп тұр ғой. Мен өз сөзім естілсе болды деген ойдамын. Түсінбеген нелеріңіз болса жазып көріңіздер комментария дегеніміз пікір, енді комментария ғой, енді инстаграм қазақшаға аудармай деп ойлаймын. Мен қазақша сөйлеген, қазақша айтқанды жақсы көремін. Комментария, басқа да сөздер енді пікірде алмастыруға болады. Әрине мен айта беремін. Алайда бәрібір де инстаграм бойынша, ютуб бойынша да, былайша да. Ютубта енді қазақша бар, құдайға шүкір. Инстаграмда қашан болатын белгісіз. Сол инстаграм бойынша комментарияда енді сондықтан айтады жұрттар енді. Мен ютубта айтқанын келіспеймін жұрттардың. Ютубта пікір деп аударылады, пікір деп айтуымыз керек. Алайда комментария инстаграмда бойынша. Солай. Жақсы видеоларды күтіңіздер.